Есіңізге түшіріп кетем, біз процентлар темасын қарап кеттік. Қазір біз сіздің білен практик үлішке көшеміз. Біз сіздің білен процентлар темасына қағылышлы 3 түрлі биримдерді қарап кетербіз. Һәм мен сізге процентлар темасына қағылышлы биримдердің ең жеңіл шешу жолында тәқдим етешекмін. Тақтаға иғтибар етіңіз. Бірінші түр бирим. Мәселен, бізге нендей де болса санның процентлар үлішін табырға керек. Мәселен, 35 санының 20%-ын табығыз. Бұл биримні шешу үшін біз ғап-ғади пропорция ұсылын қолданабыз. Әйдәгіз әлі еске түшіріп кетік. Пропорция білән биримлер шешір үшін біз башта 100%-ны язырға тиіш. Біз табырға тиіш үліш, мәселен, A%. Конкрет бұл биримге келгенде әйдәгіз әлі ойлық. 35 саны ол біздің A%, яки 100%. Әйдәгіз әлі биримні яңадан оқып қарайбыз. 35 санының 20%. Демек, бізге 35 санынан недер бір үлішіні айырып алырға керек. Һәм 35 саны біздің 1 бүтін. Демек, 35 саны ол 100%. Һәм 20%-ны табырға ғына қала. Пропорциялар нешік шешілесің? Сол чынлықта бик ғади. Бізге башта міне мындай рәсім ясарға керек. Иғтибар етсеңіз, ол біздің тапқырлау белгісіне ұшаған. Нешік шешілесің бұл пропорция? Әгер де біздің сызықның екі башында саннар тұрса, мәселен бұл шырақта 20 һәм 35, бізге ол саннарны тапқырларға керек. Әгер де біздің сызықның башларында бір генә сан екен, мәселен бұл шырақта ол 100 саны, біз ол санға бөлебіз. Демек, 35-ні 20-ге тапқырлайбыз, һәм 100-ге бөлебіз. 35-ні 20-ге тапқырлағаш 700, 700-ні 100-ге бөлгәш 7. Демек, 35 санының 20%-ы ол 7. Башта тапқырларға ма, яки бөлерге ме деген сұрау тумасын үшін нәрсеге иғтибар етергә керек? Қарағыз. Біздің міне бұл белгі тапқырлау белгісіне ашаған. Шуңа күрә біз һәр вақыт тапқырлаудан башлайбыз. Һәм 2 санны тапқырлайбыз, бір айырым тұрған санға бөлебіз. Икенче түр биримнәргә күчәбез. 8 санның 10%-ын тәшкил итә. Бүтін санны табығыз. Бұл биримні шешір үшін бізге шулай ук пропорция түзірге керек. Демек, 100% һәм 10%. Әйдәгіз әлі сұрауға жауап беріп қарағыз. 8 біздің ол 100% ма, яки 10%? Бұл сұрауға жауап беру үшін бізге биримні қабат оқырға керек. 8 санның 10%-ын тәшкил итә. Демек, 8 ол нендейдір зуррақ санның үліші. Шулай болғаш, 8 ол 10%. Һәм бізге санның 100%-ын, яғни бүтін санны табырға керек. Әйдәгіз пропорция түзейбіз. Аның үшін бізге міне мындай белгіні сызарға керек. Демек, сызықның екі башында 2 сан тұрса, біз аларны тапқырлайбыз. Демек, 100-ні 8-ге тапқырлайбыз. Әгер де сызық башында не бары бір генә сан тұрса, біз ол санға бөлебіз. Бұл шырақта 10-ға бөлебіз. Демек, 100-ні 8-ге тапқырлайбыз, біздің 800 келіп шыға. 10-ға бөлебіз, біздің келіп шыға 80. Демек, әгер де санның 10%-ы 8 болса, санның 100%-ы біздің келіп шықты 80. Бұл мәселені шулай ук икенче түрлі ысыл белән дә шешеп була. Әйдәгез иғтибар итик. Әгәр дә 10% 8-ге тигез булса, без тагын бер пропорция төзеп карыйбыз. 1% ничәгә тигез?
Мында да шулай ук пропорция ярдәмендә эшләсәк, безнең ничек килеп чыга? Без 1-не 8-гә тапкырлыйбыз. Һәм 10-га бүләбез. Килеп чыкты 0,8. Димәк, санның 1% ул 0,8. Ә 100% табыр өчен без 0,8-не 100-гә тапкырлыйбыз. Һәм килеп чыга 80. Әйдәгез хәзер 3нче төр биремне карап китик. Сыйныфта 25 укучы. Он укучы шахмат түгәрәгенә йөри. Сорау, сыйныфның ничә проценты шахмат түгәрәгенә йөри? Бу мәсьәләне ничек шишәргә соң? Әйдәгез әле шулай ук пропорция төзеп карыйбыз. Димәк, 100%. Безнең мәсьәләдә 2 сан кулланыла. Беренчесе 25, икенчесе 10. Кайсысы 100%-ны тәшкил итәсең? Димәк, әйдәгез әле тагын бер тапкыр укып карыйк. Сыйныфта 25 укучы. Димәк, безнең сыйныф тулаем 25 укучыдан тора. Димәк, 100% ул 25. Һәм безгә 10 укучының ничә процент тәшкил иткәнен табырга кирәк. Бу очракта да пропорция бик гади шишелә. Шулай ук безгә менә мондый билге сызарга кирәк. Һәм карыйбыз. Әгәр дә безнең сызыкның ике башында саннар торса, без ул саннарны тапкырлыйбыз. Сызыкның баш-башларында бер генә сан торса, бу очракта 25, без ул санга бүләбез. Димәк, 100-не 10-га тапкырлыйбыз, 25-кә бүләбез. Безнең килеп чыга 40. Сыйныфта 25 укучы. 10 укучы шахмат түгәрәгенә йөри. Сыйныфның ничә проценты шахмат түгәрәгенә йөри? Димәк, ничек итеп җавап бирәбез? Сыйныфның 40% шахмат түгәрәгенә йөри. Дуслар, без сезнең белән процент темасы белән танышып киттек. Киләчәктә процент сүзе сезне куркытмас һәм мисаллар шишу бик җиңел бирелер дип ышанып калам. Онлайн мәктәпнең киләсе дәресләрендә очрашуга кадәр. Сау булыгыз.